Алдар көсенің алдар атану ертегісі. Баяғыда хан Жәнібек тұсында Қожыр деген бір кедей шал болыпты. Ол шалдың 3 баласы болған екен. Күндерден күн өтеді, шалға кәрілік жетеді, кәсіп етуден қалады. Ақырында шал балаларын жинап алып, балаларына былай дейді: жасым келді, кәрілік жетті. Сендер болсаңдар ер жеттіңдер, мал тауып асырайтын менен әл кетті. Мал табу, тамақ іздеу енді сендерге жетті. Балалар, кәсіп етіңдер, мал табыңдар, мені асыраңдар. Кәне, қайсың қандай кәсіппен мені асырайсыңдар, айта беріңдер, дейді шал. Үйдің үлкені: дұрыс айтасың, егінді сүйер көңілім, мұнымда жоқ еш қате, егінмен өтсін өмірім, дейді үйдің үлкені. Үйдің ортаншы баласы: егіннен басқа тағы да көңілімде қой бақсам, маған берген бағыда мал деген зар қақсам, дейді үйдің ортаншысы. Үйдің кенжесі: ей ата, мен алдасам, болса да жын арбасам, жұрт істейтін кәсіп көп, алдауды мен қаласам, дейді үйдің кенжесі. Шал балаларының жауаптарына риза болады. Шал былай дейді: олай болса, Алла беттеріңнен жарылқасын. Кенжем, сенің қалағаның алдау болса, басқа кәсіпті көптің бәрі істейді. Бұл бір өзгеше кәсіп екен. Сенің де алдыңнан жарылқасын, алдар бол, дейді. Қол жайып батасын береді. Содан үлкен баласы егіншілікке түседі екен. Ортаншысы мал бағуға кіріседі. Ал кенжесі болса алдау жолына түседі. Алдаушының тұрақты жері бар ма? Ел кезіп, жер шарлап кете береді екен. Мінекей, біз танитын алдар көсе осылайша алдар атанған екен. Осымен ертегіміз аяқталды. Ертегі ұнаса менің парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Келесі кездескенше.